Әл-Фараби бабамыз кез келген елдің болашағын көргің келсе, сол елде тұрып жатқан жастардың тыныс тіршілігімен таныс деген екен. Ендеше Қазақстан жастарының әлеуметтік бет-бейнесі қандай? Осы мәселелер бойынша ой толғап көрейік. Ұлтымыздың өсуі де, өшуі де осы жастарға тікелей байланысты болып отыр. Қазіргі таңда жаңа ғасыр жастары білімді әлі сауатты болуға талпынады. Оның себебі біз демократиялық ел болуымызда. Жастардың оқуына деген әртүрлі мүмкіндіктердің болуында. Және де еліміздің болашағы қазақилығымызды сақтау, дамыту осы жастардың қолында. Әр жас ұрпақ өзінің тарихына үңілгісі келмейді. Сол себепті қазақ жастары қазақилығымызды сақтап қала алады ма деген ой туындайды. Білімді, сауатты жастар болса да, қазақилығымызды сақтап қалу маңызды жағдай деп ойлаймын. Қазіргі заман жастары осы ұғымды ұқса, намысшыл, отанына деген сүйіспеншілігі мол жастар пайда болады деген ойға нық сенеміз. Не дегенмен қазіргі заман жастары әрқашан алдыға өздері ұмтылып, білім алуға деген құлшыныстарын байқаймыз. Мағжан Жұмабаев атамыз айтпақшы, мен жастарға сенем деген ойына дақ түсірмеу біздің қолымызда.